Жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу маңызды. Дәл осы тақырып аясында Арыс қалалық білім бөліміне қарасты Бейсен Ұнтаев атындағы жалпы орта мектебінде ата-аналар жиналысы өтті. Ата-аналардың қатысуымен өткен мектеп жиналысында 2024-2025 оқу жылының 1-90 қорытындысы талқыланды. Басты мәселе жасөспірімдер арасында белең алып тұрған зорлық-зомбылық, отбасындағы тұрмыстық зорлық, оқушылар тәртібі мен тәрбиесі. Осы орайда тұрмыстық зорлық-зомбылықтың баланың психоэмоционалды дамуына әсері турасына психолог Тәттіқыз Айтбаева кеңірек тоқталды. Қарым-қатынас шеңберін бақылау, психологиялық зорлық-зомбылық ең көп тараған түрі бұл отбасында кездеседі екен. Психологиялық зорлық-зомбылық нәтижесінде созылмалы аурудың асқынуы, тұрақты қорқыныш сезімі, өз-өзіне қол жұмсау әрекеттері болуы мүмкін. Қазіргі замандардың пікірінше, үйдегі психологиялық зорлық-зомбылық уайымы көшедегі бұзақы шабуылдан әлдеқайда күрделі болады. Физиологиялық зорлық-зомбылық қасақана денсаулыққа зиян келтіру, денені ауырту, бас бостандығынан үй, тамақ, киім-кешек және басқа қалыпты өмір жағдайынан айыру. Сондай-ақ баланың денсаулығына, өміріне қамқорлық жасамау. Ал экономикалық зорлық-зомбылыққа отбасы асыраушысының жанұясына қаржылай қолдау білдірмеуі, табысын бөліспеуі, материалдық жеткіліксіздік жатады. Яғни бұл дегеніміз азық-түлікке немесе дәрі-дәрмекке, киім-кешекке, оқу құралдарына да мұқтаждық туғызады. Сондай-ақ ата-аналар тарапынан балаларда әлі келмейтін ауыр жұмысқа жегуде зорлық-зомбылық екенін ескерген жөн. Ата-ананың маскүнемдігі мен есірткі қолдануы да тұрмыстық зорлыққа жатады. Ал трибунаға жайғасқан мектеп директоры Нұржан Адамбеков ата-аналар қауымының жиналысқа қатысымын сынға алды. Қазір таңда жиналыста біз кемде 300-дей ата-ана отыру керек. Негізі қазір қараласы бір 70-80 ғана, бір 30%-ына жетпес келді. Жалпы мынау мектепке сіздерді әкімшілік болсын, сынып жетекші болсын, не үшін шақырады? Көбінесе аталар мектеп келуге былай қыламыз ғой. Мен балам барса, мен қазір жамандық жағын айтады, бұзық болған, төбелескен айтады, ұрып соққан айтады, болмаса жаңа сабақ оқымаған айтады. Ондай емес. Балам мектепте не істеп жатыр? Таңертеңнен сағат 8-де шығып кетеді, кешкі жақын обедте сағат 2-де келеді. Осы кезеңде мен балам немен айналысып жатыр? 2-ден кейін обед келгеннен кейін түс қайта даярлыққа барады. Онда не істейді деген сұрақ туындау керек. Егер сіздер жақтан осындай жаңа көптеген сұрақтар туындап, жаңа балаларыңыз туралы әрбір ата-ана уайымдап, бала деген болашағымыз ғой, жалпы айтқанда. Бір әкенің берген тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды дейді. Қандай керемет сөз. Бір әкенің берген тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды екен. Сондықтан мынау ата-аналар жиналысына жылда айтамыз, келіп отқан ағаларымызға, әкелерімізге рахмет. Енді жұмыс бабымен жаңа бала шағын асырау, басқасы көбіміз папаларымыз сырт жақта жүр ғой енді. Түсінеміз, оны түсініспен қараймыз. Дегенменде бір мезгіл, хотя келген кезде бір келіп, мен балам не істеп жатыр, мектепте сабақ қалай екен деп хабар алып тұрса, ол жаңағы балаға ой туындайды. Жаңа ешқандай мектеппен жаңа қарым-қатынас жасамай, келмей, қашқақтап ата-аналар келетін болса, ол балаға да бәрібір негізі. Папам, мамам келмейді да, бәрібір жиналыс айтсам да деген сияқты. Нұржан Адамбековтың сөзінше соңғы уақытта Монтайтас ауылында түнгі уақытта көше кезіп жүретін жастар қатары көбейген. Мәселені ашып айтқан басшы бұл жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың артуына алып келеме деген қорқынышын жасырмады. Өз кезегінде мектеп инспекторы да ата-аналар қауымына өтініш жасап, ол қызының қайда немен айналысып жүргенін жіті қадағалауды өтінді. Жиналысты қорытындылаған мектептің қамқоршылық кеңесінің төрағасы, Арыс қалалық мәслихатының депутаты Маханбет Төлебеков ата-ана мен ұстаз арасында тығыз қарым-қатынас болуы маңызды екенін басып айтты. Тәрбие тал бесіктен, отбасынан басталатынын ескерсек, баланың басты жауапкершілігі әрине ата-анада екені айқын. Жантөре Болсымұрат, Балауса Оспан, Арт ТВ жаңалықтары.